Ассаламағалейкум, құрметті көрермен. Еліміздің дін істері және азаматтық қоғам министрлігі дін саласындағы 2017-2020 жылдарға арналған тұжырымдама аясындағы заң жобасын әзірлеп, парламентке ұсынды. Бүгін мәжілісте заңнамадағы өзгерістер мен толықтыруларға қатысты бірінші оқылым өтті. Діннің тұтастығы, елдің тұтастығы, діни алауыздық ұлттық алауыздыққа апарып соқтыратын ескерсек, бұндай нәзік дүниеге өте сақ болу қажет. Сонымен жаңа заңнамада қандай өзгерістер бар, қоғамда туындап жатқан діни мәселелерді қалай жоямыз? Бүгінгі басты тақырып осы. Студияда дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі Берік Арын. Берік Сақпайұлы, қош келдіңіз студиямызға. Бүгін дін саласындағы жаңа заң жобасы туралы айтсақ, қандай жаңашылдықтар бар заңнамада? Енді бұл заңның жобасын әзірлеу енді елбасының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатыр. 2016 жыл қауіпсіздік кеңесінде, қыркүйек айында өткен қауіпсіздік кеңесі отырысында осындай тапсырма берілген болатын. Жаңа өзіңіз айттыңыз, заң жобасының негізін былтыр елбасының жарлығымен бекітілген дін саласындағы мемлекеттік саясаттың 2017-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасы құрады. Енді бұл жердегі басты мақсат қолданыстағы осы заңнаманы жетілдіру. Біз шетелдік тәжірибелерді көп зерттеледік, олардың қолдануын зерделедік мұқият. Нәтижесінде бүгінгі күні 12 заң актісіне 53 өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделуде. Оның ішінде 9 заң, 3 кодекс бар. Енді бұл өзге жаңалшылықтарының бастысы не? Біз алғаш рет деструктивті діни ағым және діни радикализм деген ұғымдарды енгізіп отырмыз. Және олардың деструктивті ағымдардың идеологияны таратылуға тыйым салынбақшы. Бұдан басқа жаңалықтарымыз осы деструктивті діни ағымдарды сыртқы атрибуттарын, киім-кешектерін, бақ құралдарында мысалы жариялануға тыйым салу. Бұдан басқа осы заң аясында кәмелетке толмаған жастарымыздың діни іс-шараларға, жораларға қатысуын регламенттеу, шетелде діни білім алу мәселесін регламенттеу, мемлекеттік қызметшілердің және бюджеттік қызметкерлердің осы діни саладағы діни жораларға қатысу, сол мәселелерді реттеу мәселелері көзделген. Бұдан басқа осы уәкілетті органның құзыретіне байланысты құқық қорғау органның дін саласындағы шара құзыретін кеңейту көзделген. Енді бұдан басқа тағы да діни бірлестіктердің қызметінің қаржылай ашықтығын қамтамасыз ету, діни бірлестіктер қызметінің мемлекеттік тексеру, олардың заң аясында қызметін бақылау жүргізу мәселелерде бұл біздің заңымызда қаралған. Сонымен қатар сарапшылардың және өкілетті органдардың күнделікті жұмысында пайдаланатын бірталай ұғымдарға заң аясында жаңадан түсініктеме берілген болатын. Енді бұндағы айтайын дегенім, осындай көптеген біраз өзгерістер бар. Бұл енді біз кеңінен талқылап, сарапшылармен талқыладық, діни бірлестіктермен талқыладық. Соның нәтижесінде бүгінгі күні осындай ұсыныстар бар. Енді бұларды әрқайсысын жеке-жеке тоқталып өтетін болсақ, мысалы, көп талқылауға түскен мәселелердің мысалы бірі кәмелетке толмаған жастардың діни жораларға, діни жиындарға қатысу мәселесі маңызды. Бұны бұл қалай реттелді? Басында, мысалы, олар ата-аналарының еріп жүруімен ғана қатыса алады деп ұсыныс жасалған болатын. Кейін кәмелетке толмаған 18 бала, оның жасын төмендету, ата-аналар күнделікті еріп жүрмейтін болған басқа да ұсыныстар түсті. Соны біз ескере отырып, қазір ол негізі айырылып тасталды. Енді бұдан былай 16 жасқа толмаған жастар діни жораларға, жиындарға ата-анасының келісімімен ғана қатыса алады. Бірақ бұнда жазбаша келісімді айтып отырған жоқ. Біз тек ата-анасы қарсы болса, олар қатыса алмайды. Тағы бір мысалы көп сұрақтар тудырған мемлекеттік қызметшілердің мысалы діни шараларға қатысуы. Бұл жерде бұнда басты 3 мәселе қаралды. Ол біріншісі жаңағы мемлекеттік қызметте жүрген азаматтарымыздың өзінің қызметтік мүмкіндіктерін діни бірлестіктердің, діндердің мүдделеріне пайдаланбау.
Екінші мәселе соған жол бермеу. Екінші ол жаңағы басқа өзіне қарамағандағы азаматтарды діни бірлестіктер қызметіне немесе діни жоралға, діни жиындарға қатысуға мәжбүрлемеу. Ал үшіншісі сол діни бірлестіктерінің бастамашысы немесе құрылтайшысы болуға немесе мүшесі болуға тыйым салып отыр. Осындай үш мәселе бар. Ал енді жалпы біз ойлаймыз, бұл енді бұл санаттағы азаматтардың жалпы құқықтарына ешқандай әсер етпейді. Өйткені олар қызметтен тыс уақытта өздері Құдайға құлшылық ету әркім өзінің еркі мәселесі. Жақсы, рахмет. Енді осы құжатта радикалды діни ағымдардың алдын алу үшін қандай тетіктер қарастырылған? Жаңа мен айтып өткендей, радикалды діни ағымдарға бұл біріншіден біз жаңағы деструктивті діни ағымдар деген ұғым енгізіп отырмыз. Және діни радикализм деген ұғым енгізіп отырмыз. Сөйтіп оған құқықтық баға беріп, бұған деген мемлекеттің теріс көзқарасын білдіріп отырмыз. Бұл бірінші қадам. Енді олармен күресудің жолын күресу үшін, оларға қарсы тұру үшін, олардың алдын алу үшін ең бірінші оның не екенін ұғып алуымыз керек. Екінші, біз оларды идеологиясын таратуға тыйым салып отырмыз. Соның ішінде бұқарада ақпарат құралдар арқылы таратуға тыйым салып отырмыз. Үшіншіден, бұларға қатыстылығын көрсететін, мысалы, сырт келбетін, сыртқы атрибуттарын киім-пішін қоғамдық орындарда таратуға тыйым салынады. Үшіншіден, қоғамдық орындарда бет келбетін тануға мүмкіндік бермейтін тұмшалаған киімде келуге тыйым салынатын болады. Әрине бұл жерде егер ол бір медициналық себептермен немесе ойын-сауық спорттық шараларға қатысқанға қатысы жоқ, немесе азаматтық қорғау шараларына қатысы болмайды. Бірақ басқа кездері жаңағыдай тыйым салынып отыр. Сол арқылы біз жаңағы еліміздегі жаңағы деструктивті діни ағымдардың, діни радикализмнің таралуының алдын алмақшымыз. Өйткені көптеген өкінішке орай, мысалы, діндар азаматтарымыз діни радикализм мен діндарлықтың шегін ажырата білмейді. Көбінесе, мысалы, діни жораларды толығымен орындамайтын, діни қарымдар толығымен соның, былайша айтқанда, соны түгел істемейтін азаматтарды кінәлап, айыптап жатады. Мысалы, бір дастархан басында ата-анасымен тамақ ішпейтін жастар пайда болды, мысалы. Сондайларға ол енді, мысалы, діндарлықтан діни радикализмге ауып кеткен деген сөз. Егер адам өзі дінге сенсе, өзі толық жаңағы діни жораларды орындаса, онда тұрған ештеңке жоқ. Ал енді ол біреуді соған мәжбүрлей бастаса, біреуді соған айыптай бастаса, бұл діни радикализм. Заңнамада жалпы салдарымен күресу емес, алдын алу қарастырылған. Негізі біздің мақсат алдын алу. Өйткені өздеріңіз білесіздер, аурудың алдын алған жақсы, оны жіберіп алып, одан кейін ота жасап, оны кесіп жатқаннан гөрі. Сондықтан да біздің мақсат сол. Жақсы, рахмет. Енді президенттің өзі мына мәселе туралы айтқан, жаңа сіз айтып өттіңіз, осыны толықтырып айтып кетіңізші. Балағын шолтитқан, сақалын өсірген жастармен жаңағы бүркеніп алған жас қыз-келіншектерге қатысты қоғамдық орындарда жүруге байланысты осыған не айтылған. Мысалы, бір ғана мәселе айтып кетейік. Былтыр өзіңіз білесіз, талай дау-дамай болды. Кішкентай қыздарын мектепке апарғанда жаңағы хиджабпен кіргізе алмаған ата-аналар және кіргізбеген мектеп директорлары. Біраз мәселе болды. Осыған байланысты айтыңызшы, қалай бар ма осы? Енді бұл жерде бірінші бет-аузын тұмшалағандарға айтайық. Бұл жерде біз халықаралық тәжірибені зерделедік. Бұл енді біз ойлаймыз таза тек дінге байланысты мәселе емес. Өйткені біз көптеген Европа елдерінің заңнамаларын қарап шықтық. Оларда мысалы осындай нормалар бар. Бет келбетін тануға мүмкіндік бермейтін киіммен қоғамдық орындарда пайдалы келуге болмайды. Өйткені ол тек қана балаклава, хиджаб, паранжа, хиджаб емес, балаклава, паранжа жаңағы немес. Сонымен қатар, мысалы, лыжный маска дейміз ғой, маскалар киюге түрлі. Өйткені оның артында кім тұрған біз білмейміз ғой. Осындай киім киіп алып, өзін-өзі жарып жіберген мысалдар өте көп. Мысалы, ол батыста да, шығыстарда да бар. Ал енді жаңағы қысқа балақ сақалға келсек, бұл енді біздің заңда ол мәселе ондай жоқ, ол норма. Бірақ біздің заңда сол сыртқы атрибут деструктивті діни ағымға қатыстылығы бар сыртқы пішінді, киімді атрибуттарды қатыстылығын
нормативтік құқықтық актімен біздің өкілетті орган, құқық қорғау органдары және ұлттық қауіпсіздік органдары бірлесіп отырып, соны белгілеп бекітетін болады. Ал енді хиджаб мәселесіне келсек, мектепте хиджаб мәселесі бұл енді біздің заңнамада қаралмаған, өйткені жалпы мектеп формасы туралы ол қолданыстағы заңнамада анық айтылған. Ол жерде ата-аналар мектеп формасын балаларының соны сақтауға міндеттілігі көрсетілген. Демек, мектепке кіргізбеген директордікі дұрыс бұл жерде, Бұл жерде дұрыс, өйткені қаншама соттар өтті, сол жерде ол ата-аналардың жаңағы шағымдарын соттар орынсыз деп тапты, өйткені ол жерде нақты жазылған. Жақсы, рахмет. Енді мына мәселені айтайыншы, осы уақытқа дейін жат ағымның етегінде кеткен, қолына қару алып кеткендер бар, қаншама. Соның негізгі себебі неде? Олардың саны қанша, жалпы қай жақтан көп солай кететіндер осы туралы ақпарат бар ма? Бұл өкінішке орай, әрине бір белгілі күштер, мысалы дінді саясиландырып, мысалы экстремистік немесе террористік топтар өзінің мақсат мүдделеріне жетуде бір құралға айландырып жіберді. Сөйтіп бұлар дін атын жамылып, өзінің жаңағы арамза пиғылдарын, арамыз әрекеттерін, лаңкестік әрекеттерін ақтауға тырысты. Енді өкінішке орай біздің мысалы діни сауаттылығы төмен, немесе құқықтық сауаттылығы төмен азаматшаларымыз соған иланып, солардың арбауына түсіп кетіп қалған жағдайлар болды. Ол жалғыз бізде емес, ол көптеген әлем елдерінде болды. Сөйтіп біреудің жалған құндылықтары үшін күресіп, өздері сүйі қайда қалғанда білмейміз мысалы. Енді ұлттық қауіпсіздік комитетінің берген ақпараттарына сәйкес, мысалы Сириядағы жанжал, Сирия-Ирактағы жанжал пайда болғалы бері 800-ге жуық азаматшаларымыз кеткен екен мысалы. Соның 300-ден астамы сол жақта мысалы өлді. 125-і қайтып келді, біразы сотталды мысалы. Ол енді қалғаны тағы да сол күнделікті қазір оқымен ненің астында жатыр. Енді ол сондай, сондықтан да жаңа біздің барлық қазіргі атқарып жатқан шараларымыз осыған жол бермеу. Осы жас азаматтарымызды арашалап қалу, оларға дұрыс түсінік ілім беру. Мысалы біздің қазіргі заңнамамызда шетелдерде діни білім алу мәселесін реттеу бар. Біз жазып отырмыз, мысалы шетелде діни білім алғысы келсе, бірінші жоғары білімді өзімізді алса екен дейміз. Одан кейін барып, екінші білім алама, докторант, аспирантура. Оған мысалы толық мүмкіндіктер бар. Елімізде өздеріңіз білесіздер, Алматыда Нұр Мүбарак университеті жұмыс істейді. Православ шіркеуінің өзінің жоғары мүмкіндіктер бар. Ал кімнің қандай конфессиялардың, бізде енді 18 конфессия ғой. Ондай жоғары діни оқу орындары жоқ, діни бірлестіктер болса, олар жібере алады. Ол туралы біз заңда жазып қойдық. Жақсы, мен тағы бір сұрақ қойып кетейін. Қазіргі таңда өзіңіз жақсы білесіз, әлеуметтік желі өте бір жақсы дамыған кез. Небір уағызшылар бар. Елдің санасын бұзатын, басқа діни ағымның жетегіне жетелейтін. Жалпы қазіргі кезде біз мына өзіміздің дәстүрлі дін дейміз ғой. Осыны сақтап қалуда жаңағы уағызшылар мен әлеуметтік желіде бұқаралық ақпарат құралдарына тараған күрес жолы қалай жүріп жатыр? Жалпы енді қолданыстағы заңнамаға сәйкес бізде діни уағызды тек ғибадат үйлерінде белгіленген тұлғалар ғана, соған өкілеттігі бар тұлғалар ғана жүзеге асырыла алады. Оны біз миссионерлікпен кім айналысатын, оны өзіміздің заңнамамызға көрсеттік. Одан тысқары жерлерде ол заңсыз болып табылады. Бірақ енді интернет кеңістігі ашық. Ол жерде әркім қазір өзінің ойын пікірін білдіріп жатыр. Бастапқыда бізде де сондай ұсыныс болған. Соған енді бір регламенттеу, реттеу. Бірақ енді кейін мемлекеттік орган сарапшылармен мәжілісте өткен талқылаулар барысында бұл өзгеріске ұшырады. Бірақ жалпы енді бұл салада біз қазір бірлесіп басқа да мүдделі мемлекеттік органдар бар, мемлекеттік емес орган ұйымдар бар, діни бірлестіктер бар, бірлесіп бұл бағытта жұмыс жүргіземіз. Мысалы біздің министрлік осы дін саласында интернет кеңістігіне шыққан ақпараттарға ұдайы мониторинг жүргізіп отырады. Былтыр мысалы өткен жылы 10 мыңнан астам сайттарға біз мониторинг жүргізіп, соның 3,5 мыңнан астамы заңсыз контенті бар деп тауып, оны біз ақпарат және коммуникация қуаттау жөнінде ұсыныс жасадық.
Жақсы, Берік Сақпайұлы, бізге берілген уақыт аяқталып қалыпты. Жалпы діни басқарма рұқсат берген, солардың рұқсаты барғаны уағызшыларды тыңдау керек, солармен байланысты. Әрине, тек солардың өйткені олар біздегі өзіміздің салт дәстүрімізге, рухани құндылықтарымызға, мәдениетімізге сай өрбіп дамыған дінді әрине ұстанған. Жақсы, рахмет, көп сізге студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, студияда болған дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі Берік Арын. Сау, саламат болыңыздар.